Ассалаумағалейкум достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Менің атым Нұрбақат және мен осы видео обзорда биткоин исторический максимум $112.000 дейін өсуін, эфириумды, биткоин доминациясын, альтсезон, альткоиндар, рынок психологиясын талқылайтын боламын. Сол себепті осы видео обзорда екінші рет қайталап қарауға кеңес берем. Себебі инсайттар өте көп. Ешқандай курстан алмайтын инсайттармен білімді алатын боласыз. Және бұл видео обзорды досыңызбен, туысыңызбен, танысыңызбен бөлісуге өте пайдалы болады. Олар да біліп жүрсін, үйренсін, рынок оқуды түсінсін. Ал осы видео обзорды көрмес бұрын алдын ала шайыңызды, блокнот ручкаңызды дайындап алыңыз. Себебі өте қызықты болады. Итак, достар, мен видео обзорды, конечно же, биткоиннан бастағым келеді и оның психологиясын түсіндіріп сіздерге. Байқасаңыздар, мен қайтадан көк футболкамды киіп алдым. Неге көк футболкамды кидім? Потому что бұл легендарный, почти бүкіл кезінде ескерткен мнениелерім осы көк футболкамен түсірілген едім и қайтадан осы көк футболкамды киіп алдым. В общем, биткоин бізде қазір $108.000 тұруда. Соңғы видео обзорым шыққан кезде биткоиннің бағасы осы жерде еді. $103.000, $104.000 айналасында еді. Сол кезден бері уже 2 апта өтіпті, уже 3-ші апта болуда. Жалпы соңғы мнениемді айтып өткен кезде мен сіздерге не деген едім? Мен примерно былай деп көрсеттім. Осылай рост болуын күтем дедім, и потом коррекция, и потом дальше рост болуын дедім. Но қазір чуть-чуть рынок басқаша өзгеруде. Оның басқа пландары пайда болуда. Мысалы, білесіздер, мен соңғы видео обзорымда айтып өткен едім сіздерге, бізде 3 жоғарғы мынау нисходящий трендке ауысып жатқан RSI индикаторындағы движениені көретін боламыз деп. Қалай айтсам болады басқаша сіздерге? Значениелерді, вот, значениелерді. Мысалы, биткоин $73.000 барған кезде, алғаш рет ол кезде RSI значениесі 88 болды. Биткоин алғаш рет $108.000 өскен кезде, мына жерде білесіздер, хэш-репонс индикатор сатып алуға сигнал шығарды, потом бізде 2 айдай аккумуляция болды, и потом только рост тоқтаусыз, иә? И сол кезде RSI индикатор бізде неше болған еді? Мына жерде көреміз, 77 болыпты. Енді бізде мына жерде RSI индикатор на покупку не шығарды? Сигнал шығарды. Ол уақыттан бері уже 2 ай өтті. И RSI индикатор қазір бізде 67-ні көрсетуде. Бізге желательно негізі бір JPS-ке дейін бару керек. Либо же JPS-тен чуть выше. Не знаю, может JPS 2, может JPS 1. Сондай значениеге баруы идеальный сценарий болар еді. И биткоинның бағасы где-то бір 118.000, ну, возможно, 115.000, возможно, даже $120.000 баруы. Но енді бұл пока что біздің предположением, яғни менің предположением. Бірақ әлі барған жоқ. Неге? Бұл өте қызықты момент, достар. Биткоин бізде аккумуляция жасауда қаншама күн бойы, дәл қазір. Яғни біз қазір биткоин аккумуляция екенін байқаудамыз. Мына жерде бізде күткендей выстрел болды, қазір бізде қайтадан аккумуляцияға кетуде, но уже более нисходящий аккумуляция болуда. Ол нисходящий аккумуляция не үшін болуда? Во-первых, бізде мына жерде исторический максимумнан жоғары барды, обновить етті, $112.000 дейін өсіп, но одан выше закрепление жасай алмады. Бірақ алдыңғы исторический максимумнен жоғары закрепление жасай алды. Бұл өте жақсы позитивный событие орын алған еді бізге биткоинның бағасы дәл өсуіне. Бірақ скором времени бұл рост уже тоқтауын көрсететін болады. Оған бірнеше себеп бар. Во-первых, биткоин 7 апта подряд жасыл свеча сызуда. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И мынау 8-ші болуы мүмкін. Прикиньте, почти 2 ай подряд өсуде биткоин. И бүкіл осы движениеде просто лонг ашып жата беруге болар еді. Вроде бы легко. Но на самом деле ондай қатты оңай лонг позиция берген жоқ ешқандай адамға. Енді менің ойымша неге скором времени рост тоқтауы мүмкін? Ну, во-первых, само собой, ясное дело, бізде перекупленный биткоин, оны біз не только RSI индикаторына байқап тұрмыз, и вообще в целом биткоин уже перекупленный болғандықтан, қазір ол бір орында тұрып қалды ұзақ уақытқа. Мен қазір мына жерден сіздерге восходящий трендтің несін сызатын болам, линиясын,
И вот, смотрите. Бізде қазір мына уровень линия тренданы пробой жасайын деп жатыр төменге қарай. Ну, точнее айтқанда, уже пробой жасауда. Вот, в режиме реального времени болып жатыр бұл, байқасаңыздар. И как будто осы күнде 108.300 доллардан төмен закрепление жасаса, дальше уже как будто осы біз күткен сценарий бойынша коррекция болатындай көрінеді. И дальше мына аккумуляция болса, онда дальше ұрыс көреміз. Если аккумуляция болмаса, онда ұзақ уақытта қайтадан, возможно, манипуляция болуы мүмкін, қайтадан төменге қарай. Либо же жоғары қарай манипуляция болуы мүмкін. Но жоғары қарай манипуляция болуы ол өте жаман. Бізге осындай органический рост керек негізінде. Если органический рост болмаса, осындай до этого айтып өткендей, онда бәрі чуть-чуть жаман. Но не настолько. Ну, не настолько пока что. Неге себебі рынок психологиясына келетін болсақ, давайте мен сіздерге былай глобально қарап көрсетейін, міне. Глобально қарап көретін болсақ, биткоин бізде қалай өсті? Ну, енді мына жерде чуть-чуть келмейді, конечно же. Мына жерде аздап келмей қалды. Мына жерге де особо келмей қалды. Но әр активтің өзінің психологиясы болады. Биткоинда өзінің психологиясы бар. Альткоиндарда өзінің психологиясы бар дегенде, алтында өзінікі бар. Жалпы именно осы биткоинда рынок психологиясы қалай болуды дәл қазір. Рынок өсуде, биткоин исторический максимум обновление жасауда, но әлі рынокта эйфория жоқ. Точнее айтқан кезде, давайте мен сіздерге көрсетейін, міне, эйфория, міне. Осы моментке әлі жете алмай жатыр биткоинда. Ну, неге? Элементарно, биткоин исторический максимум обновить етті, но чаттарда қарайтын болсаңыз, телеграмдағы, орыс, қазақ, без разницы, адамдарда особо настроение жоқ. Вроде как будто очевидный нәрсе болған сияқты, да? Исторический максимумды тағы да бір рет обновить етуі. Хотя осыдан 1-2 ай бұрын ғана адамдарда паника еді. Неге паника еді? Потому что биткоин бізде 75.000-76.000 долларға құлаған кезі еді. Ол кезде кәдімгідей паника болды, ал қазір адамдар особо қуанбай тұр, биткоиннің бағасы исторический максимум обновить еткенде. Оған бір повод бар, ол, конечно же, альткоиндардың тоже өте жақсы өсуі. Неге? Себебі адамдардың көбісі биткоинда емес, альткоинда отыр екен. Яғни биткоин қазір перформить етуде, оған бірнеше себеп бар. Ең басты себебінің бірі доминациясы, конечно же. И солай перформить еткеннің арқасында қазір биткоин ғана жақсы рост жасауда. Альткоиндарға қарағанда, альткоиндар тоже өсуде, бірақ не настолько сильно. И олардың позициясы да мықты емес. Яғни альткоиндар биткоин құласа, альткоиндар қатты құлауда, ал биткоин особо қатты құлап атқан жоқ. Түсініңіздер деп ойлаймын менің айтқанымда, Бұл бізде рынок психологиясы. Сол себебі адамдарды дәл қазір особо қуаныш жоқ, эйфория жоқ. Ол эйфория болу үшін не керек? Әрине, альткоиндардың росты керек. Менің ойымша осы келе жатқан айларда альткоиндардың росты болу керек, Алла қаласа. Оған менде бірнеше себеп бар. Бірақ ол себептерге өтпес бұрын мен сіздерге индекс страха и жадности және биткоин доминациясы жайлы талқылап өткім келеді. Индекс страха и жадностиге келетін болса, ол бізде JIPS-ке барып қайтты өткенде, даже JIPS-7-ге дейін барып қайтты, мына жерде. Қазір бізде обратно жәймендеп құлауда, экстремальный жадность болған жоқ. Алдыңғы жолдағыдай, яғни алдыңғы жол деген сол қашан биткоин алғашқы 100.000 долларға барған еді, сол кезде альткоиндарда жақсы өсті параллельно, эфириум 4.000 доллар болды, и сол кезде индекс страха и жадности почти 90-ға барды. 2024 жылы алғаш рет биткоин JIPS 3.000 долларға барған кезде индекс страха и жадности 92-ке барған еді, и тағы басқа, Енді мен сіздерге биткоин доминациясы бойынша сөйлегім келеді. Биткоин доминациясын көретін болсақ, так, давайте мен қазір бір күндік таймфреймге өтейін. Мен оқушыларыма айтқан едім, ескертіп, осы кезде, где-то осы кезде деймін, 17 май, то ли 18 май, или даже 16 май мен ескерттім оқушыларыма, скором времени доминациясы осылай өсіп, обратно құлауын дедім. Мына жерде бізде үлкен манипуляция болған кезі бар. Солай өсіп, сол жерге дейін өсіп, обратно құлауын күтем дедім. Пока что бізде өсті и құлауда, но не так, как мы хотели, Бізге импульсивно тезірек құлағаны керек. Но енді сразу бүкіл нәрсе бола салмайды. Олай құлау үшін бізге бірнеше повод керек. Во-первых, эфириум өсу керек. Во-вторых,
Соответственно, биткоин бір орында тұру керек. Яғни биткоин бір орында тұрып, эфириум өссе, онда биткоин доминациясы құлайды. Либо же екінші сценарий бар. Рынок полностью құлайды, и, соответственно, биткоин тоже құлайды. Биткоинмен бірге альткоиндар құлайды. Биткоин қаттырақ құлайды, но альткоиндар особо қатты құламау керек. Но ондай болу үшін биткоин доминациясы логично төменде болу керек, 60-тан төмен, желательно бір 58-55 сондай да болу керек. Жаңағы екінші сценарий орындалу үшін. Но қазір биткоин доминациясы жоғары, 64%, поэтому ол сценарийді, возможно, біз көрмеуіміз мүмкін. Наоборот, одан хуже болу мүмкін. Егер биткоин бізде құласа, альткоиндар одан да қатты құлап, биткоин доминациясы өсуі мүмкін. Поэтому бізге бұл особо керек емес сценарий. Бізге желательно жаңағыда биткоин бір орнына тұрып қалса, эфириум өссе, өте жақсы перформит етіп, алдыңғы жолдағыдай бір аптаның ішінде 50%-ға дейін дәл солай өсетін болса, сол кезде бізде биткоин доминациясы құлауы мүмкін. Яғни, сначала бізде, допустим, жаңа келтіріп өткенде осылайдан құласа, биткоин, потом аккумуляция болып тұрып қалса, и дальше осы аралықта бізде эфириум перформит етіп үлгерсе. А желательно эфириумды мен қандай значениеде көргім келеді? Эфириумды мен көргім келеді, значениесі, не знаю, $3000 жоғары. Сол кезде вообще идеально болады, шикарный болады. Бізде как раз соған орай поджатие болуда. Бұл поджатие не просто так, байқасаңыздар, восходящий болып жатыр. И мен сенемін келе жатқан айларда Алла қаласа эфириум не то, что мынау $3000 даже одан выше кетуіне, ну не знаю, наверное, с текущих қарайтын болсақ, плюс 50% болса уже $4000 болады екен. Ал егер плюс 70% болса, как раз исторически максимум айналасына жетіп қалады екен, Ну вот, білмеймін, енді көреміз, оны уақыт көрсетеді. Келе жатқан айларда ол значениеге жете ала ма, жете алмай ма, но біз білеміз, эфириумде бізде өте мықты обновление болғанын, и ол обновлениеден кейін эфириум енді бізде еще больше құнды, себебі оған жаңа функциялар қосылды, жаңа эфириумды басып шығара алмайды, оған қоса ол дефляционный болды, жаңа эфириумды басып шығара алмағандықтан. И стейкинг новый функциялар пайда болды. В целом бұл сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Енді эфириумның психологиясына келетін болсақ, тура біз күткендей, мына жақта бізде манипуляция болды, қазір бізде енді расширение болуда. Мен енді осылайдан алып тастай аламын мынаны, и мынау зеленый, так, прямоугольникті, ладно, қозғалтпай қойшы, осылай тұра берсін. Все-таки осынша кіріп кетеді потом. Қазір енді біз расширение байқаудамыз. Алдағы уақытта көреміз, Алла қаласа қалай рынок өсетінін, немесе қалай құлайтынын. Бізге осы апта эфириум $3500 жоғары закрепление жасай алуы өте маңызды. Особенно $2400 төмен закрепление жасамау керек. Желательно даже $2600 жоғары закрепление жасау керек, чтобы ближайший келе жатқан айларда эфириум перформит ету үшін. Ал енді биткоинға өтетін болса, қайтадан, биткоин. Достар, біздің флагманский смарт инвестор атты курсымызға дәл қазір предзапись ашық. Осы видеоның описаниесінде ссылка болады. Google формаға сол жерде анкетаны толтырып, толық консультация алып, бізге қосыла аласыздар. Жалпы бізге қосылып не аласыздар? Біріншіден сапалы білім, екіншіден мықты кері байланыс, и, конечно же, созвондар, портфеліміз бар, приватный чатымыз, тағы баса өте көптеген күшті нәрселер бар. Оған қоса предзапись арқылы қосылғандарға мемкоин курсы сыйлыққа беріледі, яғни FOMO трейдинг курсы сыйлыққа береді екенбіз. Жалпы білесіздер, мен бір апталық челлендж жасаған едім, $100-дан $1000 жасау деген. И көріп отырсыздар, мен оны успешно жасай алдым, чуть-чуть с опозданием 1 сағатқа, но все-таки жасадым. Ол жерде мен трейдить еттім, мемкоиндар алдым, и соның арқасында бір аптаның ішінде $100-дан $1000 жасаған едім. Оның барлығын мен телеграмда салып оттым, даже убыточный сетаптармен бөлістім, мемкоин алсам мемкоиндармен де бөлісіп отырдым. Сіздерге мен одан бөлек публичный мнение берудемін, оларда дәл келуде, и осындай челлендж жасаудамын. Жалпы не түсінуге болады? Кішкентай депозитпен де бастап көруге болады. Егер сіз үлкен депозитпен бастауға қорқысаңыз, опыт жинағанша, жаңағыдай мемкоинмен трейдить етіп болсын, или же просто альткоиндармен форекс рынокпен трейдить етіп, сіздер дәл қазір трейдингті бастай алады екенсіздер. Ең басы бұл жерде сіздердің желаниелеріңіз, үйренуге деген
И аздап уақыт бөлсеңіздер жеткілікті. Күніне бір сағат, 2 сағат жеткілікті негізінде. Мемкоин мен криптовалюта трейдингті үйренуге. Ал егер осы смарт инвестор курсына предзаписке заявка қалдырсаңыздар, сіздерде мүмкіндік болады осы 2 курсты үйренуге, одан бөлек 4 айға приватный чатты сыйлық қалуға. Сондықтан достар, сіздерді күтеміз, бізбен бірге сапалы білім алып, рыноктағы мүмкіндіктерді пайдаланыңыз. Видеоның описаниесінде ссылка болады Google формаға. Биткоинға келетін болсақ, недельный таймфреймде біз не байқаудамыз? Бізде жаңа айтып өткендей сумасшедший мықты тренд бар, сол жерде ұстап келуде. Бізде бірнеше точка входа берді. Міне 1, 2, 3 точка входа берді. Осы жерден лонг позиция шығуға, но қазір как будто тағы 4-ші рет беріп жатқанда, я, но мне это не кажется. Все-таки исторический максимумды обновить еткеннен кейін какой-то бір побочный эффект болу керек. Оған бізде бірнеше себеп бар. Мен сіздерге неоднократно айтудамын ол жайлы. Во-первых, биржаларда қазір биткоин саны азаюда. Во-вторых, биржаларда биткоин азайса, ол дегеніміз биржалар биткоинді сатып жатыр. Біреуге сатып жатыр, либо өздері сатып жатыр, просто басқа біреулерге. Үшіншіден, биржада биткоин азайса, значит ликвидность соответственно азаюда. Ал ликвидность аз болса, манипуляция жасау оңай. И чаще всего манипуляция біз білеміз қайда болатынын, ол бізде төменге. Но пока что нақты ешнәрсе айта алмаймыз. Олай уверенно, внимательно болуымыз керекпіз, потому что мынау бір күндік таймфреймдегі биткоинның қозғалысы өте жаман болуда. На самом деле, мынау өте страшно болуда деп айтса болады. Ну, не самое, прям опасно деп айта алмаймын енді. Осылай болатындай емес сразу же. Ну, возможно, осылайнан болады, потом осылай өседі, потом көреміз енді. Сначала давайте осы периодты өткізіп алайық, потом барып көре жатармыз, я. Но мен сіздерге айтып өттім, уже барлығы по плану келуде. Мынау RSI индикатор бойынша, который бұл слайдынан келтіріп өткен сіздерге топтарды, возможно, бізде максимум осы ғана бола салуы мүмкін, я. Оны көре жатармыз. Но пока что барлығы Аллаға шүкір по плану келуде. Осы жолы хэшибонс индикаторының биткоин сатып алуға сигналы ертерек сработать етті. И, соответственно, рост, который біз күткен, ол особо қатты болмады. Сигнал берген кезден бастап есептейтін болсақ, 30%-ке өсті. Мен сіздерге ескерткен едім, 30%-ке өсу мүмкін деп, особо 70%-ке сенбеймін деп. Если 70% болса, то ол уже $60 000 болу керек дедім, я. Міне, сол кезде идеально келеді. Но ол $60 000 құласа, значит, оларда әлі биткоинді, то есть осылайдан құлатса, потом осылай өсірсе, оларда тағы биткоинді өсіруге үлкен повод бар деген сөз. Поэтому олар возможность бермеді биткоинді қатты сливать етпей, тезірек мына жерде аккумуляция болып, бір аптаның ішінде, или даже мына 2 аптаны санай салсаға, и обратно рост жасай салуы, тезірек восстановление жасауы. Поэтому бұл на самом деле долгосрочно жақсы сигнал емес, долгосрочно бұл на самом деле жаман. Биткоин максималистерге айтарым, но мен биткоин максималист емеспін уже баяғыда мен биткоин максималист болғам. Уже қазір баяғыдай биткоин максималист емеспін. Енді, возможно, биткоинның өсуі уже тоқтаулуда, осы циклдағы, возможно, бізде осы әлі аккумуляция болу мүмкін 1-2 ай бойы. Бізде как раз мына жерде байқасаңыздар, двойная вершина жасауда, и бұл өте жақсы сигнал тағыда, разворот алуға, конечно же, и оған қоса RSI индикатор бойынша бізде медвежья дивергенция 3-ші рет подряд қалыптасуда. Бұл вообще үлкен сигнал биткоин глобальный разворот алуына. Бір ғана сценарий бар, оны отмена жасауға. Ол үшін бізге RSI индикаторы, мынау RSI индикаторының жоғары, то есть значениесінен жоғары бару керек, ал ол үшін биткоин бізде где-то $140 өсу керек. Сол кезде биткоинның RSI индикаторындағы значениесі 67 емес, ол кезде 80-ден жоғары болады екен. Бұл енді отмена сценарий. Ол кезде уже глобальный дальше ростқа да возможность ашылады екен. Пока что мен дальше глобальный, долгосрочный рост особо байқап тұрған жоқпын. Хоть рынок психологиясымен қарап айтатын болсақ та, біз, возможно, осы жердеміз, міне, рост жасады, құлады, рост жасады. То есть, міне, мына жерде уже реально эйфория болған еді. Мына жерде Дональд Трамп мемкоин шығарып жатқан еді, как раз эфир ұшып жатты, бәрі ұшып жатты подряд, міне. Эйфория сливать етті, міне, сливать етті, и қазір обратно рост жасауда. Только повыше адамдарға ловушка жасап жатқан сияқты, как будто бы.
типа исторический максимумды обновить етті, все, ребята, бәрі жақсы, байымдайтын түк жоқ, и бізге сеніп дальше биткоин ала берсеңдер болады дегендей. И на этом же фоне қазір қандай жаңалықтар шығуда, Дональд Трамптың компаниясы, Трамп медиа деген, не істейін деп жатыр, биткоин сатып алайын деп жатыр, 2,5 миллиард долларға. Прикиньте, 2,5 миллиард долларға. Оған қоса тағы да басқа позитивный жаңалықтар шығып жатыр. Мен естеріңізге салып өткім келеді. Қытай меді, то ли Сальвадор меді. В общем, не помню, то ли Германия. Германия мемлекеті биткоинді 70 000 доллардан сатқанын естеріңізге салғым келеді. Олар 70 000 долларға сатты, и 1-2 айдан кейін биткоин бізде ұшқан еді. Даже мемлекеттік деңгейде адамдар қателесіп жатыр екен. Биткоин ETF эмитенттері жаңа документация жасады. И ол жерде биткоинді квантовый компьютер взломать етсе, біз ешнәрсеге жауап бермейміз деп айтуда екен. Яғни, олар уже қорқуда квантовый компьютерлер биткоинді взломать етуіне. Бұл өте қызық жаңалықтардың бәрі негізінде. Яғни, биткоин на самом деле уязвимый нәрсе. Көбісі ойлайды, биткоинді взломать ету невозможно деп. Негізі действительно невозможно, но пока что бір ғана нәрсеге возможно. Ол квантовый компьютерге. Квантовый компьютер не екенін білмесеңіздер, қарап көруге сіздерге кеңес беремін. Өте қызық негізінде. Ол өте мощный компьютер, бүкіл әлемдегі бірге қосылған компьютерден де мощный, и ол бүкіл әлемдегі компьютер қосқандан да қымбат тұрады на самом деле. Бір квантовый компьютер 20 миллиард доллар тұра ма сондай. Енді түсініп жатсыздар деп ойлаймын, насколько мощный ол. И омен биткоинді взломать етсе действительно опасно болады. Бірақ тезірек восстановление жасау мүмкін, егер взломать етсе. Егер сіздерге осы тақырып қызық болса, онда мен сіздерге биткоин жайлы толық қызық бір отдельный видео жасай аламын. Жалпы тағы да басқа өте көптеген жаңалықтар шығуда. Не только Дональд Трамптың жаңағы компаниясы 2,5 миллиард доллар инвестиция тартып биткоин сатып алайын деп жатыр. Одан бөлек тағы да басқа компаниялар, мемлекеттер де биткоинді сатып алайын деп жатыр. Но ең қызығы, биткоиннің бағасы уже 108 000 доллар тұрып жатқан кезде олар осылай жасауда. То есть до этого времени олар биткоинді алмады. Еще ол кезде биткоинның бағасы 70 000 доллар тұрған кезде, даже 60 000 доллар тұрған кезде, и даже ниже 30 000 доллар тұрған кезде енді алайын деп жатыр, уже биткоинның бағасы исторический максимум обновить етуге. Сіздерге бұл странно емес па? Онда үлкен көп ақшасы бар адамдар солай жасап жатқаны мен үшін максимально странно, потому что мен өзім биткоинді қорқып 18 000 долларды алдым, потом құлаған кезде 16 000 алдым, потом балама портфель жинаған кезде 30 000 долларды алдым. Балам как раз туылып отқан кезде, осы кезде деймін, августтың 1-і туылған балам, ал тұңғыш ұлым. Сол кезде 30 000 доллардан алған едім. Ол әлі тұр. То есть, понимаете, да, 16-18 000 доллар төмен баға, 60 000 доллардан қарағанда. Ол кезде мына жақ жоқ болды. Мына жаққа қарағанда төмен баға бар, бірақ мен сонда да сәл қорқып алдым. Ал олар қазір 108 000, 110 000 доллардан алуда. Бірақ қорқпайды. Конечно же, бұл манипуляция, достар. Менің ойымша бұл манипуляция. Типа адамдарға сен лучше биткоинді ал, затем саған альткоинді, затем саған басқа нәрсе. Қазір биткоин өсуде, и саған биткоин алу тиімді болады дегендей послание жасауда. Бұның артында бір нәрсе бар. Не бар? Конечно же, бұл государственный проект на самом деле. Көбісі ойлайтын шығар, биткоинді кім жасады? Бір адам жасады ма? Илон Маск жасады ма деп. На самом деле, биткоин ол государственный уровеньдегі проект. Не просто так. Оны қарапайым адам жасай салуы практически невозможно. Тем более бір топ адам жасауы ол өте қиын. Потому что 2008 жылы мынандай технологияны ойлап табу, который бүкіл болашақ бөлуіне дейін уже жазып қойған. Бұл, конечно же, невозможно нәрсе деп ойлаймын, достар. Түсініп отырсыздар деп ойлаймын. Прикиньте, 2008 жылы бір адам ойланып отырып, давай мен финансовый әлемді өзгертейін дейді да, и шифрованиясы мықты, неуязвимый. Сол уақытта неуязвимый. Квантовый компьютер потом пайда болып бастады. Сол уақытта неуязвимый технология жасайды. Цифровой. Әлемді өзгертетін. И оның болашағы предопределено уже. Сразу 100 жылға, прикиньте. Майнингі бар, каждый 4 жыл сайын болатын.
и какой-то бір проблема шықса, сразу устранить етіледі тезірек. Это вам не просто так кажется, достар, бұл біреу жасай салды дегенге сіздер сене салмаңыздар. Бұл кәдімгідей государственный уровеньдегі проект. Поэтому осыған қатысты манипуляция өте көп болады. Неше түрлі известный личностьтен, неше түрлі компаниялардан, неше түрлі государстволардан. Себебі оларға проще биткойнның бағасын пампить ету и ол арқылы ақша табу, нежели чем альткоиндардан. Согласитесь. Потому что биткойнның историясы бар. Ол 2008 жылдан шыққан. И шыққан кезінде осындай копейка тұрған 0,004 доллар тұрған, ал қазір уже 100 мың доллар. Яғни ол дегеніміз 22 миллион процентке өсті деген сөз. Прикиньте, 22 миллион процентке өсіп тұрған сондай монета бұл. Конечно же, осы биткоинді продвигать ету оларға проще и оңай, чем нежели то же самое эфириум, либо же Solana, почему бы нет, или же тағы басқа альткоиндерді. Сол себепті қазір биткоинді максимально абсолютно бүкіл жаңалықтарға пихать етуде. Хоть новостной болсын, технология жаңалықтары болсын, финансовый жаңалықтарын бүкіл каждый статьяларында биткоин жайлы кездесіп жатады. При этом оның капитализациясы 2 триллион доллар. Жоқ, мен енді сіздерге айтпаймын, достар. Биткоин дәл қазір уже құлайды болды, енді өспейді, 60 мың, 50 мың, 40 мың долларға да құлаймыз деп айтпаймын, достар. Просто бұл сіздерге понимание беру. Рынок қазір распределениеде. Точнее айтқан кезде биткоин распределениеде. Но при этом бізде эфириум аккумуляцияда екен. Ондай да қызықтар болады. Яғни биткоин бізде құлап жатса, эфириум өсіп жатады. Мысалы, алдыңғы апта, оның алдыңғы апталары солай болған еді, Жалпы общий криптовалюталардың капитализациясына келетін болсақ, ол қазір бізде 3 триллион 300 миллиард доллар шамасында екен. Өте восходящий көрінеді. И мен сенем, в скором времени дальше өсетіне бұның капитализациясы. Ал только альткоиндардың капитализациясын қарайтын болсақ, только альткоиндардың тоже өте жақсы көрінеді на самом деле. Но пока что чуть кішігірім коррекциялатында, Мен тоже оқушыларым айтқан едім негізінде. Вот оно. Мен оқушыларыма ескертіп жібергем, кішігірім бізде коррекция болу керек, чтобы дальше органический росты жалғастыру үшін, а не просто отскок дохлой кошки емес, И скорее всего біз сол кішігірім коррекцияны көруіміз мүмкін. На фоне этого биткоин құласа и еще сильнее биткоинның доминациясы құласа, и жалпы криптовалюталардың капитализациясы осы көрсетілген зонаға дейін құласа, ол деген текущих минус 10% екен, альткоиндарға минус 15-20% әсер ету мүмкін енді. И дальше уже рост нормально көруімізге, потому что біз әлі исторический максимум обновить етпедік капитализация бойынша. И все еще тренд, структура восходящий болып сақталып қалады. Альткоиндардың капитализациясы, поэтому мен все еще альтузонға сенудемін. И менің ойымша альтузон болады, Алла қаласа. Ол нәрсеге менде ешқандай сомнение жоқ. Оған қоса особенно USDT-ді басып шығаруына келетін болсақ, соңғы, давайте қарап өтейікші. Мына жерде біз market cap дегенді ашамыз, соңғы 1 жыл дегенді ашамыз. Жоқ, давайте 1 ай дегенді қарап көрейік. Мынау 2019. Қалай мынау 2019 болып кетті? 2025 май. Жоқ. Мынау 2025. Вот она. Вот апрель. Смотрите, 2025 жылы 28 апрельде 147 миллиард доллар еді. Тезердің капитализациясы қазір уже 153 миллиард доллар. Яғни плюс 6 миллиард қосылды деген сөз. Ал 2025 жыл басталғалы қарайтын болсақ, 2025 жылы мына жерде басталды. Ол кезде 137 миллиард еді, қазір 152 миллиард доллар екен. Яғни 16 миллиард, почти что 16 миллиард доллар капитализация қосылды USDT-ге. И менің ойымша, в скором времени бұл USDT-дің доминациясы құлау керек деп ойлаймын. Доминациясы құлау керек. Ол дегеніміз не? Итак, қазір структурасы USDT-дің нисходящий, біз оны көрудеміз, байқаудамыз, четко көріп тұрмыз.
Если, конечно, бізде мында спонтанно ол восходящий болып өзгеріп кетпесе, как раз осы жерде бізде развязка болайын деп жатыр екен. В скором времени либо төменге, либо же жоғарыға. Но, как мы видим, бұл жерде больше всего вероятный төменге қарай USDT доминациясы құлауы. Яғни, в скором времени USDT доминациясы құласа, значит, бізде альткоиндардың доминациясы өсуіне тағы үлкен бір повод деген сөз. Поэтому в скором времени мен альтсөзім болуына все еще сенем. Ал до этого времени сіздерге айтып өткендей, уже бізде май өтуде, майда рынок өседі дедім, өсті. Алла қаласа енді келе жатқан айлар ол бізде июнь, июль и возможно даже августе рынок тоже өсіп жатуы мүмкін. Оны көре жатармыз. Пока что осы июньді көріп алайық, июньде не болатынын көрейік, бақылайық, сосын барып көре жатармыз, иә. Поэтому бірге болайық, достар. Менің YouTube арнама тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің кері байланыстарыңыз маған энергия, күш береді, маған мотивация береді и, конечно же, вдохновение береді осындай қазақ тілді керемет видео обзорлар шығаруға. Жалпы сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Мен мында өзімнің бүкіл ойларымды жеткізуге тырыстым. Биткоин бойынша доминациясы, эфириумге ожиданием, альткоиндар, альтсезон дегендей. Енді конкретный монетаға мен разбор жасамаймын, білесіздер. Только сіздерге глобально айтып өте салам осылайдан, солай маған удобно пока что. Ал достар, келесі видео сабағымызда көріскенше.